Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және осы видеода мен сіздерге Хаширама мен Мадараның арасындағы мықтының кім екенін айтатын боламын, ал кеттік. Дегенмен ең алдымен екі кейіпкердің қабілеттеріне тоқталып, тек содан кейін шайқас сценарийлеріне көшейік. Учиха Мадараның чакрасының көлемі үлкен болған соншалық ол бір тәулік бойы тоқтамай шайқас алған. Оның чакрасы өте зұлым әрі мықты еді. Оған қоса ол чакраны мықты бақылай алатын соншалық ол көп белгілер қажет ететін нинджутсуларды бір белгімен ақ жасай алатын. Және ол сенжутсу чакраны өз чакрасына қосып сенен чакра модын еш дайындықсыз қолдана алатын. Одан бөлек Мадара өз чакрасын 25 клонға бірдей бөле алатын, ал әр клон бір кагеге қауіп төндіретіндей мықты еді. Мадара негізінен шайқастарда нинджутсу қолданатынымен ол тайджутсудың да хас шебері еді. Мысалы, ол бір уақытта 100-ден аса шинобидің шабуылдарын тойтарып, оларға қарымта соққылар беріп үлгеретін. Ол өзінен денесі ірі қарсыластардан үнемі күштірек болып шығатын. Оның жылдамдығы сенен чакра модындағы Нарутоны оңай шабуылдауға жететін, ал ол өзі сенен чакра моды мен Курама чакрасын іске қосқанда, ол барлық биджуларды бір соққымен ұшырған еді. Оған қоса ол сенжутсу чакра оның регенерациясы мен сенсорлық қабілеттерін тым жоғары көтеріп тастады. Хашираманың жасушалары арқылы Мадара өз жараларын аз уақыттың ішінде емдей алатын, және ол енді ауырсынуды мүлде сезбейтін болды. Ал егер біреу оның дене мүшелерін жұлып алса, Мадара ол бөліктердің орнын ағзетсудың материясымен толтыратын. Мадара неше түрлі нинджутсуларды қолдана алатын. Ол джуинджутсуларды өте тиімді пайдалана алатын, және клон жасау арқылы өз өлімін имитациялай алатын. Ал анимеде Мадара әуеде қалқу қабілетіне ие болды. Өзінің күшейтілген сенсорлық қасиеті арқылы Мадара көзі соқыр болса да барлық шабуылдардан қорғанып, өзі де шабуылға шыға алатын. Одан бөлек Мадара салқын қарудың небір түрлерін жетік меңгерген букидзюцу шебері еді. Оның гунбайын мысалы білмейтін адам жоқ шығар. Және Мадара барлық 5 табиғи элементті қолданып ол тіпті онмиотонды да пайдалана алатын. Өте ауқымды чакра көлеміне ие болған соң Мадараның табиғи элементтерден құралған нинджутсуларын тоқтатуға бірден 100-ден аса шиноби қажет болатын. Ол өз көздерімен Кьюбиді бақылауға алған болатын, және Мадара Изанаги қолдану арқылы бір көзін құрбан етіп өлімнен аман қалған болатын. Ал Мадараның Мангекё Шаринганы оған шайқастарда шабуылдардан қорғанатын асқан ептілік қабілетін берген еді. Оның Сусаносы өте алып және толық қанды Сусано болатын. Ол бір емес бірнеше Сусаноны бірден қолдана алатын. Оның Сусаносы ирек қылыштарды қолданып, оларды снаряд секілді лақтыра алатын, және ол әртүрлі көлемдегі Ясака Матагамаларды қолдана алатын. Ал оның толық Сусано формасы ұша алатын, және ол қылышымен алып тауды екіге бөлетін. Мадараның Сусаносының сауыты да адам сенгісіз қатты еді. Одан бөлек Мадара өз Сусаносымен Кьюбиді қаптап өзін одан әрі күшейте алатын, және Мадара Риннеганға ие болған сәттен бастап ол Гедо Мазоны шақырта алатын, және Нагато қолданған барлық қабілеттердің әлде қайда күшейтілген нұсқаларын қолдана алатын. Оған қоса ол Риннеган мен Шаринган күшін қосып, аспаннан алып метеориттер түсіре алатын, және Мадара өзіне көмек бере алатын көлеңкелер де жасай алатын. Ал Джуби Джинчурики атанған сәтте ол физикалық жағынан тым күшті болып кетіп, енді Хирайшин және Камуи сынды нинджутсулардан оңай әрі тез қорғана алатын болды. Ол тіпті Майтогайдың 8 қақпарысының әсерінен тез қалпына келіп үлгерді, және Джуби күші оған гудодамаларды қолдануға мүмкіндік берді. Ал енді мен Хаширамаға тоқталу керек болғанмын, бірақ Мадараның қабілеттері жайлы айту тым көп уақыт алған соң сіздерге Хашираманың қабілеттері жайлы видеоны сілтеме ретінде тастап кетемін. Осы видеоны көріп болған соң сол видеодан Хашираманың қабілеттерін көрсеңіздер болады. Ал енді бірден шайқас сценарийлеріне көшейік. Хаширама мен Мадараның тірі кездерін салыстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі ол кезде Хашираманың әлдеқайда мықтырақ болғаны анық. Сол үшін Эдо Хаширама мен Эдо Мадараның шайқасын сіздерге талдап берейін. Бұл шайқасты ойластыру өте қиын, себебі екі қарсылас та орасан зор алып және мықты нинджутсуларға ие. Сол үшін мұқият тыңдаңыздар. Көп адамдар ойлайды, Риннеганы бар Эдо Мадара, Эдо Хаширамадан не тірі кездегі Хаширамадан мықтырақ деп. Бірақ мен олай ойламаймын. Себебі Риннеган, Гедо Мазо және Хаширама жасушалары Мадараны едәуір күшейткенмен, бұл Хашираманы тоқтатуға жеткіліксіз.
Мынаған қараңыздар, Мадараның Сусаносы кез келген биджудан мықты және ол Кураманы өз Сусаносымен қаптай алды. Ал Курама Джуби чакрасының 50%-на ие. Демек, Курама Джуби күшінің жартысына ие болуы әбден мүмкін. Бұл жай ғана теория, бірақ Мадара өз Сусаносын Курамамен қосып күші орасан зор алып құбыжықты жасады. Ал Хаширама не істеді? Ол дәл сол құбыжықты аса қиналмай жеңіп кетті. Ал Эдо Мадарада мысалы Курама болған жоқ. Ол Гедо Мазоны теория жүзінде өз Сусаносымен қаптай алады, бірақ Хаширама үшін бұл жайт аса маңызды емес. Мадара Риндеган арқылы Хашираманың жанын оның денесінен суырып алуына болады, немесе тозақ патшасын шақыртып сол арқылы Хашираманың жанын оның денесінен суырып алса да болады. Оған қоса Хашираманың Сейнин чакра моды арқылы Мадара едәуір күшейе түсті. Бірақ дәл сондай Сейнин чакра моды Хашираманың өзінде де бар екенін ұмытпайық. Ал Хашираманың регенерациясы оны неше түрлі метеорит және Мадараның тағы да басқа нинжутсуларынан қорғай алады. Ал Эдо Тенсей кезінде Мадара да Хаширама да шексіз чакрамен мәңгілік денеге ие болады. Хашираманың Мокутоны Мадараға Риндеганның қабілеттерін толыққанды қолдануға үлкен кедергі жасайды. Оған қоса Хаширама Мокутонды Мадарадан тиімдірек пайдалана алады. Ал 25 Сусаносы бар клонмен Хашираманы жеңе алмайсың, себебі Хаширама Мадараның Сусаносының ең мықты кейпін тізе бүктірген. Бір қызығы, авторлар Хашираманың сондай мықты екенін өздері де байқамай қалған секілді. Демек, Эдо Тенсей кезінде де Мадара үшін Хашираманы жеңу үлкен қиыншылық тудырады. Ал екеуінің мәңгілік денеге ие болатынын ескерсек, бұл шайқаста жеңімпаз болмайды. Ал енді Эдо Хаширама мен Джуби Джинчурикиге атанған Мадараны салыстырып көрейік. Мадара ендігі жерде Хашираманың барлық шабуылдарын тойтара алады, және ол енді жылдамдық жағынан және физикалық күш жағынан Хаширамадан басым болады. Оған қоса Мадарада енді гудудамалар да бар болады. Яғни гудудамалар арқылы Мадара шабуылдай не қорған алады. Және мангада Мадара Обитодан мықтырақ екені айтылады. Анимеде де бұл жайт нақты көрсетілді. Мадара Ринде Шаринган мен Джуби чакрасына ие болған кезінде ол бізге өз күшін толық ашып көрсете алмады. Бірақ осы күштің өзі енді Хашираманы тоқтатуға жеткілікті. Себебі Мадара енді бұрын тиімді қолдана алмаған Риндеганның қабілеттеріне Хашираманы оңай ұстай алады. Ал енді қорытындылап жіберейік. Тірі кездерінде Хаширама сөзсіз Мадарадан әлде қайда мықтырақ. Эдо Тенсей уақытында екеуі өзара тең. Ал Мадара Хашираманың кез келген нұсқасын жеңе алады. Ал пиктік күште Мадара мықтырақ болған соң, Мадараны бұл салыстырудың жеңімпазы деп танығанымыз жөн. Себебі қайталап айтамын, адамдарға кейіпкерлердің тек пиктік күші ғана қызық. Және бәрі әділ болу үшін кейіпкерлерді міндетті түрде пиктік күште салыстыру қажет. Ал сен әдеттегідей өз ойыңды комментке қалдыр. Және Обито өмірмен танысқан келсе, онда мына видеоны көр. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.